Alhamdulillahi Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті мұхтарам жамағат, бүгінгі бір күндік хадисімізде Сахих Бухариде Хаким ибн Хизамнан келген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мына бір хадисіне тоқталамыз. Қала набию саллаллаху алейхи вассалам: "Ал-бай'ан бил-хияри ма лам ятафарраqa, fa in sadaqa بورك لهما في بيعهما وإن كذب أو كتم محقت بركة بيعهما." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: екі саудагер бір-бірімен саудаласуда өз ихтиярларында болады. Яғни алуында, беруінде, қаншадан сатып алуында, қаншадан беруінде дейді. Егер де осы кезде екеуі саудаларында шыншыл болса дейді, екеуінің де саудасына Алла тағала береке береді дейді. Ал егер де өтірік айтса, немесе айыбын жасырса, Алла тағала саудаларының берекесін алады дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сауда жасаған кездегі біздерге айтқан ескертуі. Әр қайсымыз сауда жасаймыз. Бұл жерде тек қана саудагерге айтылып атқан жоқ. Әр қайсымыз сауда жасаймыз, сатып аламыз. Кейде бір нәрсемізді сатамыз. Осы тұста айыбы болса ашық айту керек. Мына жері осындай. Рас айту керек. Яғни бір көлік сатсаңыз, немесе бір үй сатсаңыз, кез келген нәрсені сатқан кезде айыбын ашып, мына жерінде осындай кемшілігі бар, оны ескертейін, мынандай жерде артықшылдығы бар, сондықтан бағасы осындай деп ашық болған саудада Алла тағала береке береді екен. Ал егер жасырып, айтпай, өтірік жарнамалап, өтірік сипаттап сатса, оның қолына ол ақша түседі. Бірақ та Алла тағала сол тапқан ақшасынан берекені алып қояды. Ол деген сөз қандай? Сол ақшасына басқа бір нәрселерге шашылады. Ауырып қалуы мүмкін, апатқа түсуі мүмкін, бір бәлеге түсуі мүмкін, жоғалтуы мүмкін, өртенуі мүмкін, басқа болуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде айтатын нәрсе, шыншыл болса, аз тапса да, дұрыс жолмен сауда жасаса, жемей, алдамай, әділдікпен сауда жасаса, аз тапса да ол ақша ол кісіде тұрақталады, берекелі болады. Ол ақша өседі. Ал ана ақшаға бір бәле келіп жоқ болып кетеді. Ал мына аз ақшаға береке келіп, ол ақша өседі, дұрыс орнына пайдаланады. Бірде Абу Ханифаға бір әйел кісі келіп, жібек орамал сатады. Сол кезде қаншаға бағалайсың дейді Абу Ханифа. 100-ге дейді. Жоқ, тағы да көтер дейді. Онда 200 дирхамға дейді. Жоқ, тағы да көтер дейді. Онда 300 дирхамға дейді. Жоқ, тағы да көтер дейді. Я Абу Ханифа, мен осыншама үстіне қосып жердім. Жоқ, тағы да көтер дейді. Онда 400 дейді. Дұрыс. Бұл орамалдың, жібек орамалдың бағасы бұл базарда 400 дирхамнан деп адалдықпен сауда жасаған екен. Сондықтан бұл жерде қанша біз саудада адал болсақ, әділ болсақ, сонша береке келеді екен. Ал қанша дүниеге беріліп, ақшаға қызығып, дүние құмарлықпен көп ақша тақсақ, біз білуіміз керек. Ол ақшада біздер үшін хайыр, береке, даму, өсу, көбею деген нәрсе болмайды екен. Бірде имам Мұхаммад Абу Ханифаның шәкірттері айтқан екен: "Я имам Мұхаммад, бір тақуалық жайлы кітап жазсаңызшы" деп айтыпты. "Мен ол кітапты жазып қойғам" депті. "Жоқ, сіз әрдайым фиқ мәселелерін жазасыз ғой, бір тақуалық жайлы кітап жазсаңыз" десе, "Мен сауда саттық жайлы кітап жазып қойдым. Егер де кім сол сауда саттық жайлы кітапты оқып, соған амал жасаса, сол тақуалық" деп айтқан екен. Сондықтан тақуалықтың бір белгісі сауда саттықта адал, әділ, таза болу екен. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин.